Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектебі оқуға құштар мектеп оқуға құштар ұлт жобасы шеңберінде кітап пирамидасына шақырады. Кітап оқу мәдениетін насихаттау мақсатында мектебіміздегі абайтану кабинетіндегі көркем әдебиет қорын көбейту, сонымен қатар оқушылардың, ата-аналардың және де ұстаздардың кітап оқуға құштарлығын арттыру. Кітап пирамидасы акциясының талабы өзіңіздің соңыңыздан адам шақыру. Бір адам мектептегі абайтану кабинетіне өзі оқыған көркем әдебиет кемінде бір данасын сыйлайды, кітапқа өзінің қолтаңбасын қалдырады және де ол эстафетаны екі адамға жолдайды. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқушылар. Мен Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің ұйымдастырушы тәлімгер Алиева Балжан Сейітқазықызы. Кітап пирамидасы жобасы аясында мектебіміздің абайтану кабинетіне сыйлыққа ұсынар кітабым Абай Құнанбайұлының өлеңдер жинағы. Бұл жинақ қазақ халқының ұлы перзенті Хакім Абайдың өлеңдері, аудармалары мен поэмалары 175 жылдығына тарту ретінде ұсынылып отыр. Ақын шығармалары қанша оқысаң да тереңіне бойлата беретін, өнеге ғибратты ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан баға жетпес асыл қазына. Бұл эстафетаны Төлебай Аманов атындағы нөмір 16 жалпы орта білім беретін мектептің тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары Маржан Даутбекқызы және Тілек Отанұлына жолдаймын.